Елімізде қазір көптеген табысқа байланысты, қаражатқа, ақшаға байланысты курстар пайда болып жатыр. Бәрін айтып келетіні кәсіпкер бол, жалданба, жұмыс істеме дейді. Бірақ статистика өте қатаң нәрсе. Ашылған бизнестердің 90% бірінші жыл жабылады, 3 жылда тек қана 3% қалады. Бұла қарап отырсаң, бәрі табыс деп жүгіріп жүріп, бақпа деп түсінбей, аяқ жағында келгенде бизнесімізді жауып, қайтадан өзімізді кінәлауға көшеміз. Табысты табудың басқа да жолдары бар. Мысалы, өз ісінің шебері болу. Өз ісінің шебері болу деген бұл кәсіпкер болма деген мағынада емес. Өз ісінің шебері болу деген сенің бойыңдағы қасиеттеріңді біліп, күшті жағыңды таңдап, қорқыныштарыңды жеңіп, шынымен сен жасай алатын жақсы нәтижелерге талпыну. Өз ісінің шебері болу бұл кәсіпкерліктің алғашқы қадамы.